Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұңғыш Олимпиада чемпионы атанған қазақ. Сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болайық. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Оқушылар, бірінші тапсырманы орындаңыздар. Мәтінді түсініп оқыңыздар, қай стильде жазылғандығын ажыратыңыздар. Оқушылар, мәтінді оқып болсаңыздар, сұрақтарға жауап беріңдер. Теледидардан Олимпиада ойындарын тамашалайсыңдар ма? Қай Олимпиаданы көрдіңдер? Олимпиадада еліміздің спортшысы орын алса, қандай сезімде боласыңдар? Жақсылық Шкемпіровтың халқына сіңірген еңбегін қалай бағалайсыңдар? Осындай спортшыларымызды қандай сөздермен сипаттар едіңдер? Чемпионға мінездеме беріңдер. Оқушылар, тілдік бағдарға назар аударайық. Ырықсыз етіс, іс-әрекетті жүзеге асырушы айтылмай, қимыл өздігінен істелетіндей көрінетін етістің түрі ырықсыз етіс. Жұрнақтары ал, әл, ла. Мысалы, жазылды, қаралды, жасалды. Ан, ән, ны. Мысалы, салынды, алынды, тазаланды. Екінші жұрнақ ан, ән, ны құрамында ал әріпі бар етістіктерге жалғанады. Оқушылар, екінші тапсырманы орындаңыздар. Мақал мәтелдердегі ырықсыз етіс тұлғаларын тауып, іс-әрекеттің кімнің тарапынан орындалатынын анықтаңдар. Үшінші тапсырманы орындаңыздар. Тұңғыш Олимпиада чемпионы атты мақала жазу үшін құрылымын ескере отырып қарапайым жоспар құрыңыздар. Келесі тапсырма. Аудио жазбадан Олимпиада ойындарын түркі халықтары ойлап тауыпты мәтінін тыңдап, онда көтерілген мәселені табыңдар. Олимпиада ойындарын түркі халықтары ойлап тауыпты. Бүкіл әлем 4 жылда бір рет өткізетін Олимпиада ойындарының пайда болу мерзімін әлі күнге дейін ешкім нақты айта алмай келеді. Жақында отандасымыз жүзуден халықаралық дәрежедегі төреші, су добы, байдарка мен каноэ есуден жоғары дәрежедегі төреші Өтепқали Құраловтың «Прототюрки из зарождения античных олимпийских игр» деп аталатын кітабы жарық көрді. Бұл еңбегінде тарихшылар мен археологтардың соңғы зерттеу жұмыстарына сүйене отырып, антикалық Олимпиада ойындарының тарихына қатысты өзінің қызықты болжамын ұсынады. Қазіргі қазақ жерінде орналасқан адамзат тарихындағы ең ежелгі өркениет ошағын археологтар Арқайым сынтасты, немесе қалалар елі деп атап жүр. Құраловтың сөзіне қарағанда, ең байырғы дін тәңіршілдік сенімін ұстанған Арқайым сынтасты тұрғындары сол кездақ қайтыс болған адамға ас беріп, ат шаптырып, палуан күрестіріп, ақындар айтысын ұйымдастырып отырған. Өз дәуірінде ең қуатты мемлекет құрып, жан басы өскен соң басқа жерлерді жаулап алып, онда өз үстемдігін құрған олар өздерінің сенімі мен салтын сонда жалғастырған. Бұған түркі танушылар анықтаған грек тіліне түркі тілінен сіңген 33 сөздің 10-ы Олимпиада ойындарының терминологиясынан табылуы дәлел бола алады. Түркі халықтарында бұрын тек ат спорты ойындарының 39 түрі болған көрінеді. Мұншалықты бай ойындар әлемде әлі күнге дейін ешбір халықта жоқ. Өкінішке орай, қазір олардың көбі ұмыт болып бара жатыр дейді ғалым. Үйге тапсырма. Бүгінгі тақырыпта аты аталған қазақ чемпиондары туралы мәлімет жинаңдар. Жинаған мәліметтердің негізінде ПОВС формуласы бойынша әңгіме жазыңдар.
Сабақ аяқталды, назарларыңызға рахмет.